Қар перілері қай жерге ұшып келді. Бірде қысты күні соққан жел айналасындағы қар бүршіктерінен сұрайды: сендер қай жерге ұшып бара жатырсыңдар? Сендердің үйлерің қайда? Маған айтыңыздар, мен сендерді бірден қалаған жерлеріне жеткізе аламын. Қар бүршіктері күміс дауыстарымен күліп, оған былай жауап берді: біз, қар бүршіктеріміз, еркін қыздармыз. Қайда барғымыз келсе, сол жерге ұшамыз. Мысалы, біз бұл алаңдағы шамды жақсы көреміз. Бізді сол шамға түсіріңіз. Осы кезде жұмыстан кейін үйіне асығып, бір әйел осы жерден өтіп бара жатады. Кенеттен әйел тоқтап, ұзақ уақыт бойы шамның жанында тұрып, соғып тұрған жердің қар ұшқындарын шамға мұқият және ақырын түсіріп жатқанын байқап, біркелкі жұмсақ және ақ түсті үлпілдек көркем түрде әшекейлерді жасағанын көреді. Әйел үйіне келіп, жұмбақ күлімсіреді, көздері жарқырайды және оның ойлары алыс сиқырлы ертегі әлемінде болды. Балалары анасына таңданған көздерімен қарап сұрайды: анашым, сіз бүгін кешігіп келдіңіз, сіз қайда болдыңыз? Біз кешкі асты іштік, сізде бәрі жақсы ма? Деп сұрады. Әйел күлімсіреп, сыбырлап жауап берді: менде бәрі жақсы. Бүгін мен қар перілерінің қайда ұшып келгенін білдім, деді. Балалар бір-біріне таңырқай қарап былай деді: жарайды, анашым, сіз кешкі асыңызды ішіңіз, демалыңыз, содан кейін бізге қар перілерінің қайда ұшып келгенін айтып беріңізші. Келесі күні әйел сол жолмен үйге қайтып бара жатты. Бірақ шамдарда қар болмады. Шамасы жел бүгін қар түйіршіктерін басқа жерге апарған болар, деп ойлайды да көңілсізденді. Үйде оны қуанышты балалары қарсы алды. Анашым, жақында жаңа жыл келе жатыр. Біз қағаздан көп қар ұшқындарын жасап, оларды бөлменің әр жеріне іліп қойдық. Қағаз қар ұшқындарын көрген анасы балаларын қуана құшақтайды. Рахмет, балаларым, қар перілері біздің үйге ұшып келген екен, деп қуанды.